Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Қызым телесериалының 77-78 бөліміне келіп жеттік. Бүгінгі бөлімде Угур мен Демир екеуі сөйлеседі. Демир балалық шағы, осы балалар үйінде қалай өскенін, не істеп не қойған барлығын осы Угур досына айтып береді. Жалпы Демир мен Джемаль екеуі балалар үйінде өскен балалар екен. Кейін осы Демир 17 жасында әкесі оны асырап алады. Енді мен балам деп кейін біледі ғой, содан кейін асырап алады, үйіне әкеліп, оның екеуі бірге әңгіме айтып, сөйлесіп, сөйтіп жүрген, кәдімгі отбасы болып жүрген кезде бір апта немесе 2 аптадан кейін әкесі қайтыс болады. Ол әкесі полиция кісі болатын, ол ұрыларды ұстаймын деп өліп кетіпті. Ал Демир болса, ол әкелік махаббатқа тоймайды, және сол әкесін жерлеу рәсімінде осы Угурмен танысып, екеуі дос болып кетеді. Одан кейін Илайданы көрсетеді. Илайда ашулы, достарымен, подружкалармен ұрысып, қырылысып, оларды қуып жібереді. Достары айтады, Илайда ойнайық деп, бірақ достары Илайда оларды тыңдамайды, ашуланып, кетіңдер, ойнамаймын сендермен дейді. Одан кейін Илайда әжетханаға кетіп қалады. Кейін Өйкі оған не болды, қарның ашып тұрма, немесе ішің ауырып тұрма, бір жерің ауырып тұрған шығар, мүмкін мен саған көмектесемін дейді. Сол кезде Илайда да оған сен де кет, жылама менің қасыма деп оған да айғайлайды. Сөйтсе ол Илайданың әкесі мен анасы екеуі ажырасайын деп жатыр екен, ал Илайдаға бұл қатты соққы болып тиді. Одан кейін Зейнеп пен Джемаль екеуі сөйлеседі. Асу туралы сөйлеседі. Джемаль осы Зейнепті не үшін әкелді, Өйкіні алу үшін әкелді, соған көптеген ақшалар береді. Зейнеп те оған рахмет айтып, мен алысқа кетемін дейді. Екеуі біраз әңгіме айтып болғаннан кейін Зейнеп, мен саған бір нәрсе айтуым керек деп аяғасын айтып қалады, бірақ жоқ деп бас тартады. Джемаль айтады, мен Асуды шынымен де сүйдім, енді оның артынан бармаймын, барынша оны жақсы көруге тырыстым дейді. Ал Зейнеп болса, сен бостан-босқа оның артынан жүгіріп жүрсің деген сияқты әңгіме айтып қалады. Одан кейін Джемаль қайта Зейнепке не жасырып жүрсің, маған болды, осы уақытқа дейін шаршадым бәрінен, шындықты білгім келеді, маған бәрін айт, не білесің, бәрін айт маған дейді. Одан кейін жаңағы Зейнеп, осы Асудың туған тәтесі, ол Асу туралы барлығын, шындығын барлығын біледі. Ол былай болған екен, бұрында Джемаль, Демир және Угур үшеуі дос болады, және осы Джемаль Асуды қатты сүйеді, қатты жақсы көреді. Ал Асу болса Демирді жақсы көреді. Сөйтіп Джемаль, Угур, Демир үшеуі бірге ұрлық жасамақшы болады. Бірақ Асу звондап Угурға айтады, сен бұл ұрлыққа Демир екеуің бармаңдар деп оларға звондап қояды. Ал Джемаль болса екеуін күтіп сол үйде тұрады. Дәл сол кезде полицейлер келіп Джемальді неге алып кетеді, түрмеге алып кетеді. Сонымен себепсіз осы Джемаль неге түседі, түрмеге түседі. Ал Джемаль болса бұл ұрлықтың себебін, бұл түрмеге жатқан себебін Демир мен Угурдан көреді, өйткені осы екеуі мені сатып кетті деп ойлайды. Одан кейін осы Джемаль түрмеден шыққаннан кейін екеуінен кек алмақшы болады. Енді келесі Демир әкесіне келеді, бейітке келеді, кешірім сұрайды, мені түсінбегені не деген секілді. Енді оның әкесі ешнәрсе жасамаған, бірақ 17 жасына дейін Демир балалар үйінде өскендіктен ол әкесінің шешесін кінәлап өткен. Бірақ енді кейін әкесі оны алып кетеді, бірақ алып әкелік махаббатын бермей жатып қайтыс болады. Сөйтіп ол қатты әкесіне өкпелі болады. Бірақ бүгін бейітке келіп ол әкесінен кешірім сұрайды, және мен сені түсіндім дейді. Әке болғанда мен түсіндім, өйткені мен қазір қызым бар, әке болудың қандай екенін мен қазір біліп жатырмын дейді. Оны сенің немереңді ата Өйкі, оны Құдай қаласа бір күні ертіп әкеліп саған көрсетемін дейді. Одан кейін Илайда мен Өйкі екеуі сөйлеседі. Өйкі барлығын түсіндіреді. Сен сонда бақыттысың. Мен әкемді де шешемді де ешқашан көрген емеспін, және мен де әкем мен шешем де ешқашан үйленбеген. Енді ғана мен әкем мен анамды таптым, және анамды емес, тек қана әкемді таптым, және мен анамды да тапқым келеді. Мен бақыттымын. Сен өте бақыттысың. Мен саған қарап қызығатынмын. Оған бола мұңайма, сен анаңды да әкеңді де білесің. Олар үлкен адамдар, олар барлығын біледі. Саған не жақсы, не жаман екенін. Мұңайма, ренжіме деп оны жұбатады. Одан кейін Демир жандан Өйкі үшеуі кино көргісі келеді, бірақ жанданға Мұрат звондап, мен сенімен кездескім келіп тұр, бір шаруалармен осы жерде жүр едім, сені алып кетемін, шық дейді. Сол кезде аяқ астынан осы жандан оған жоқ деп айта алмай, жарайды деп шығып кетеді. Ал екеуі кино көруге қалады. Одан кейін Мұрат пен жандан екеуі сөйлеседі. Мұрат айтады, мен басқа шетелге көшпекшімін, сен не дейсің деген секілді сондай нәрселер айтады. Бірақ бұған жандан ешнәрсе демейді, мен не деймін деген секілді сондай сөздер айтады. Одан кейін Угурға Джемаль келеді. Джемаль есікті қағады. Сол кезде Угурдың анасы ашады есікті. Ол Джемальді көріп қатты қуанады. Сен қайда кетіп қалдың, жүр шай ішейік, сен осыншама уақытта сен жоқ болдың, енді мен бір келгенде мен шай бере алмаймын ба саған деген секілді сондай сөздер айтады. Одан кейін Угур оны дымды жақтырып тұрған жоқ. Сонда да үйге кіріп бірге шай ішеді. Анасына өтірік айтқан екен, Джемаль басқа елге кетіп қалды деп. Басқа елден қашан келдің деген секілді біраз анасы әңгіме айтады. Және осы Угурдың қызы бар екен, Сивги деген, және осы Демир үйленгені туралы, оның қызы бар екенін барлығын осы Джемальға барлығын айтып қуанып отырады, мәз болып. Одан кейін Демир жұмысқа тұрады, ыдыс жууға официант болып, екеуі бірге жұмыс жасайды. Үйде осы Өйкіге қарайтын адам болмағандықтан Өйкіні алып кетеді, жұмысқа алып барады. Демир айтады Өйкіге, сен тып-тыныш қана осы жерде отыр дейді. Бірақ Өйкі тып-тыныш отыра ма, ол сол жердің бастығы, қасына отырады. Бастығы есеп болғанда, мысалы бифштекс 500 теңге, кола 100 теңге деген секілді есептер нелерді шығарып отырған кезде барлығын ойша есептеп Өйкі оған айтып отырады. Ал жаңағы бастығы Өйкіге қатты риза болып, кел мен саған сусын берейін деп Өйкіге қатты бауыр басып кетеді. Тіпті осы Өйкі әкесіне жұмыс жасауға көмектеседі, ыдыстарды апарады, адамдардың барлығын күлдіріп күшті болып жүреді. Тіпті бастығы осы Өйкіге де бір күндік айлық төлейді. Одан кейін Жандан мен Севги екеуі шай ішеді. Жандан айтады, мен Демирдің алдында
кінәлімін, мен оған сенбедім, ол маған ашуланып жүр дейді. Бірақ ол маған ашуланған себебін ол білмейді. Мен Мұратпен оны жақсы көргеннен емес, мен Өйкіге ақша болмағандықтан, еміне ақша, дәрісіне ақша болмағандықтан оны мен жүріп жүргенімді, сөйлесіп жүргенімді ол білмейді дейді. Одан кейін Севге айтады, сен бұлай жасырып өзіңді де оны да қинама, бүгін кешке барлығымыз отырыс жасайық, Өйкіні әжесінің үйіне апарып бер, барлығымыз бірге шай ішіп, бірге көңіл көтерейік, сол кезде жаймен деп баста, Мұрат туралы айт, одан кейін басқасын айтасың, ешқашан жасырып қалма дейді. Одан кейін Севге мен Жандан екеуі кешкі ас ұйымдастырады, күшті қылып, жаңағы Угур мен Демир екеуі де келеді, балық дайындап қойған, балық пісіріп, балық жейді барлығы. Сөйтіп отырғанда Угурге бір кісі звондап, Угур аяқ астынан шығып кетеді. Одан кейін Демир де оған не болды екен деп, мен де шығайын деп, ол да үйден шығып кетеді, мен Өйкіге баруым керек деп. Осымен бүгінгі бөлім аяқталды. Өте қызық болды. Жалпы осы Қызым телесериалының соңғы бөлімдері деп ойлаймын. Және бұл кезде осы Севге мен Жандан екеуі шамалы әңгімелесіп, бүгінгі күн дұрыс болмады деген секілді әңгімелер айтады. Егер де менің айтып жатқаным ұнап жатырса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз, тіркелгендерің мен үшін қатты керек нәрсе. Сау болыңыздар.